Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге қытырлақ вафлидің рецептісін ұсынамын. 200 грамм қантымыздың үстіне алдын ала ертіп алынған 200 грамм майымызды құйып, венчиктің көмегімен қантымыз еріп кеткенше араластырамыз. Осы массаның үстіне жұмыртқамызды салып, тағы да араластырамыз. Массамыз біртекті болу қажет. Әбден араластырып, осы массамыздың үстіне алдын ала електен өткізілген 200 грамм ұнымызды біртіндеп қосамыз. Біздің ұн түйіршіктері болмау керек. Видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Бізде қоймалжың масса болу керек. Мінекей, біздің массамыз дайын. Енді қызып тұрған вафельницамызға осы массамызды араластыра отырып, бір ас қасықтан салып, вафлилерімізді пісіріп аламыз. Шамамен бір вафли 1 минутта піседі. Қамырымызды құяр алдында араластырып отыруымыз қажет. Мінекей, біздің вафлиміз дайын. Міне осылай, қалғандарын да осылай пісіріп аламыз. Мінекей, біздің вафлилеріміздің бәрі дайын. Өте әдемі, қытырлақ, балалардың сүйіп жейтін тәттілерінің бірі. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ас болсын.